Павлодар облысында, Павлодар қаласында сотты прокурор дайын емес, және де следователь бүгінгі күнге дейін біздерге постановление, рапорттарын көрсете алған жоқ. Берген жоқ. Кәдімгідей берген жоқ. Сондықтан біздің адвокаттар қазір не істеп жатыр? Бұның барлығын білу үшін жалыптың үстіне, жаңағы нарушениелердің үстіне тағы да нарушениелер жазып, среда күні, 1 июль күні сот тағы да болмақ, түстен кейін иншалла. Енді бұл жерде не айтып кетейік тағы да? Бұл жерде жаңағындай следователь Избастинов көп жерлерден қате жіберген. Қате дегенде біздің құқығымызды бұзғанын көрініп тұр. Мен қазір нақты айтпайын, хорошо? Біздерде қазіргі таңда ең бірінші маңызды жалбы қандай? Ол Избастиновтың қолындағы жаңағы мойындағы ма қалай болады? Өзінің міндетін ішіне азаматтардың шоттың соның құзырында болды ма? Осы мәселе біздерде туындап тұр. Енді шот тап сол касса 24-те болады. Біз қазір енді 3 күн күтейік, средаға дейін. Среда күні болмаса, четверг күні барып, сол кассаге салай береміз. Ал мен арғартай түсіндірем. Қалай болып жататын оның бәрі, не болып жататын. Все-таки Қазақстанның заңы Избастиновтен ақылды болар. Жақсы ма? Қазақстанның заңы Избастиновтен ақмақ емес болар. Сондықтан заң бар, құқық деген бар. Избастинов мырзаға да айтып қоятын, біздің құқығымыз бар, көке. Біздерде құқығымыз бар. Біз еркін азаматтарымыз Қазақстанның. Сен кімсің? Сен сол азаматтардың былай айтқанда құлысың, слуги народа. Өйткені неге? Осы азаматтар сен қанап отырған, сен осы түрмеге жауам деп отырған, сен осы ақшаларын ұстап отырған халық налог төлеп сенің балаларыңды асырап отыр. Избастинов Арман, естіватсыз ба? Ұмытпаңыздар. Және де барлық жаңағындай бізді тыңдап отырған бүкіл жаңағындай КМБ бар, прокуратура бар, бәрі бар. Шыны керек солай. Сіздің зарплатыңыз осы қарапайым халықтың налогынан. Түсінесіз бе? Сіз жүріп жүрген жолдар осы қарапайым халықтың налогынан. Түсінесіз бе? Сіз отырған үйлер осы қарапайым халықтың салынған қолымен үй отырсыздар. Сонда қалай сіздер қарапайым халыққа жеңе алып, белсенді түрде бір-біріне көмектесіп жатырғанда, бұл пирамида деуге құқыңыз бар. Сіз білесіз бе, Қазақстан заңына қайсы шығып отырсыздар? Кооператив тоқтатуымен Қазақстанның заңына қарсы шығып отырсыздар.